Сәлем баршаңызға. Қазір күннің суығында бетіңіз жарылып кететін болса, осы майды жағуға кеңес беремін. Бұл майдың бет терісіне ешқандай да зияны жоқ. Бұл май бетті жарылғаннан сақтап, бет терісін жұмсартып, әрі беттегі әжімдерді бірте-бірте кетіреді. Майды тек мақтаға кішкене ғана жағып, таза бетке жағатын боламыз. Бұл майдың құрамында дәрумендер өте көп. Бет терісіне ешқандай да зияны жоқ. Майды құрғақ және де майлы бетке де жаға беруге болады. Ешқандай да майдың кері әсері болмайды. Бір аптада 2-3 рет жағатын болсаңыз, бетіңіз жұмсақ әрі әжімдеріңіз кете бастайды. Майды бетке жаққан соң 20 минут бетте ұстаймыз және де жылы сумен жуып тастаймыз. Бұл қандай май деп сұрасаңыз, бұл зәйтүн майы, оливковое масло. Барлық дүкен және де дәріханаларда сатылады, өте қолжетімді бағада. Сіздер де менің осы әдісімді қолданып көріңіздер, өте керемет әсер береді.